Ал Сәбит Мұқанов атындағы облыстық кітапханада Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған шара өтті. Бір ел, бір кітап республикалық акциясы аясында Ілияс Есенберлиннің көшпенділер трилогиясындағы тарихи оқиғалар панорамасы атты ғылыми тәжірибелік конференция ұйымдастырылды. Оған университет және колледж студенттері мен әскери институт курсанттары қатысты. Ілияс Есенберлин қазақ қаламгерлерінің ішінде алғашқы тарихи романдардың авторы. Ол 17 роман жазып, әлемге танымал болған көрнекті жазушы. Көшпенділер трилогиясында 5 ғасырлық оқиға, яғни 15-19 ғасыр аралығында қазақ хандығының өмір сүрген кезең суреттеледі. Ғылыми тәжірибелік конференцияда жастармен бірге бұл шығарма жан-жақты талқыланып, терең талдау жасалды. Осы тәуелсіздікке жетіп отырмыз. Қаншалықты осы хандардың, қаншалықты сол кездегі қазақтардың осы күнге жеткізіп отырған тұрмыс тіршіліктерін білу бәріміз үшін де маңызды. Сондықтан әрине осындай акциялар жүргізіліп отырса, біздің болашағымыз әрмен қарай жалғасады және өзінің жалғасын табады деген үміттеміз. Шара барысында көшпенділер трилогиясы бойынша түсірілген фильмнен үзінділер көрсетілді. Баяндама оқыған жоғарғы оқу орындарының аға оқытушылары, белгілі журналистер мен тарихшылар кітапта көрсетілген хандар бейнесі трилогияның жастарға патриоттық тәрбие берудегі рөлі жайында сөз сөйледі. Өз басым трилогияны оқыдым. Өте жақсы жазылған, тарихи бейнеге, сипатқа жазылған арнайы. Ол яғни 3 бөлімнен құралған. Алмас қылыш, қаһар, жанталас романдары бөлімдері арқылы біз осы қазақ халқының басынан кешкен тарихын, өмірін, тұрмыс салтын, мықты, қаймағы бұзылмас ер болудың жолында әртүрлі батырларымыздың қалай шайқасқанын сол шығармада бейнеленгенін көре аламыз. Ал Сәбит Мұқанов атындағы облыстық қазақ сазды драма театрының әртістері жастарға қазақ хандығының 550 жылдығына орай дайындаған Бабалар үні атты сахналық көрінісін көрсетті. Ерліктің жолы егесті, бақыттың жолы бәсеке, ырыстың жолы береке, азаттық жолы азапты, төземісіз әлеумет. Төземіз, төземіз, төземіз. Өткенді білмей болашаққа жол жоқ демекші, осындай шаралардың өткізілуі әсіресе жастар үшін пайдасы зор. Ілияс Есенберлин шығармаларының кейіпкерлері ұрпақ болашағы үшін жан аямай күрескен, отанын қорғай білген, өмірде болған тұлғалар. Олардың ерлігі мен есімдерін білу әр азаматтың парызы, дейді шараға қатысушылар. Әсіл Оразбаева, Дулат Мұсафиров, Ақпарат.